Бүгінгі таңда әкімшілік полиция басқармасы қызметкерлері облыстық және республика жолдарына күзгі тексеруді аяқтады. Сол тексерудің нәтижесі бойынша облыс әкімдігіне және қала әкімдіктеріне, жергілікті әкімдіктерге хат жолданды. Қорытынды бойынша хаттамалар толтырылды кемшіліктер бойынша. Бүгін міне біз қазан айының 18 күні Таза Өскемен кәсіпорнының техникаларының қысқы дайындығын тексердік. Тексеру барысында анықталған жайттар 80% техниканың қысқы қар мен қар тазалауға және қысқы жұмыстарға 80% дайын екені анықталды, және 12.000 тонна құм дайындалғаны анықталды. Жалпы Өскемен қаласындағы орналасқан Таза Өскемен кәсіпорнының жұмысы қысқыға дайын. Сонымен қатар біз осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Өскемен қаласының тұрғындарын және облысқа қонақтарын мына біздің күрт ауа райының өзгеруіне байланысты қысқы дөңгелектеріңізді дер кезінде, мезгілінде ауыстыруларыңызды сұраймыз. Себебі кенеттен болған ауа райының өзгеруіне байланысты жол-көлік оқиғаларына әкеліп соғуы мүмкін. Жол-көлік оқиғаларының салдарын өздеріңіз білесіздер, неге әкеліп соғатынын.